Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге шығыстың тағамы қазан кебап дайындап көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болды. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Алдымен осылай етті бөлшектерге бөліп, өзімізге ыңғайластырып аламыз. Одан кейін бөлінген еттерге паприка, қара бұрыш, тұз салып, араластырып, бетін жауып 20 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін картопты аршып тазалап, жуып, сүртіп, кептіріп қоямыз. Одан кейін болгар борщын менде 2 түрі және баялдының жартысын алдым. Оларды да жуып тазалап, осылай бөлшектерге бөліп дайындап қойдым. Және қызанақты да алдым. Онда осылай 2 бөлшекке бөлдім. Осылай дайындап алдық. Енді осы бөлшектерге бөлінген жемістерді шпонж таяқшасына біріктіреміз. Мен бірінші баялды, одан кейін қызанақ, болгар борщының 2 түрін қостым. Осылай кезекпен кезек дайындап аламыз. Одан кейін етімізді дәл осылай етті жері мен майды жерін араластырып отырып, онда осылай спонжға біріктіреміз. Енді табамызға майды құйып, алдымен картопты қызартып қуырып аламыз. Осылай айналдырып отырып, қызарды картопымыз, енді түсіріп аламыз. Енді етімізді салып қуырамыз. Етті де айналдырып отырып, екі жағын қуырып аламыз. Енді көкөністерімізді салып жібереміз. Оны да шамалы қуырамыз, азғантай уақыт қана. Енді табадағы майымызды төгіп тастап, жаңадан май құйып, етті салып қайтадан 1 сағатқа пісіріп алдым. Етіміз піскеннен кейін үстіне картошканы салып 10 минутқа тағы бұқтырып қойдым. Міне қазан кебап бізде дайын болды. Енді ыдысымызға алдымен картошкаларды салдым. Одан кейін еттерді салдым. Көкөністі бұқтырған жоқпын достар, себебі ол өте жұмсақ болды қуырған кезде. Осылай дайындап алдық. Дәмі өте керемет. Дайындап көріңіздер достар. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, подписка басып, лайк баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.